Төртінші кезекті Джунго-Азия-Европа көрмесінің негізгі талқы мінбесінде Қазақстан, Қырғызстан, Грузия сияқты елдердің басшылары есік ашу, сервистік жасасу, жібек жолы экономикалық белдеуін құру тақырыбын өзек етіп, жеке-жеке сөз сөйледі. Қазақстан зоңлие Кәрім Мәсімов ханзу тілінде лекция жасады. Талқы мінбесіне қатынасқандар ауық-ауық дуғол шапалақ соқты. Ханымдар, мырзалар, әуелі Жұңқа Халық Республикасы мен Шинжаң Уйғыр автономиялы районы басшыларының ыстық ықыласпен қарсы алып, 4-ші кезекте Джунго-Азия-Еуропа көрмесін ойдағыдай ұйымдастырғанына алғыс айтамын. Кәрім Мәсімов лекциясында бұлай деді. Шинжаң Джунгоның батысындағы үлкен қақпасы. Жібек жолы экономикалық белдеуінің өңірлік селбестігінде маңызды стратегиялық орын алады. Кезекте Қазақстан өзінің жағрапиялық абзалдылығын сәулелендіріп, темір жол, теңіз тасымалы, порт және зат айналымы центрі құрылысын тебінді жүргізуде. Коңзы өз кезінде 3 адамның біреуі маған ұстаз деген еді. Ал қазақстандықтарда көп көтерген жүк жеңіл деген тәмсіл бар. Қазақстан жібек жолы басып өтетін елдермен бірлікте ынтымақтасып, ортақ күш шығарып, Азия-Европа құрлығында қауіпсіз әрі дамыған өңір құрып, жібек жолының бойындағы елдер арасындағы даму мен селбестікті жебеуді қалайды. Қырғызстанның зоңлие Жомарт Отарбаев лекциясында бұлай деді. Жібек жолы экономикалық белдеуінің бойында 4 миллиард жан саны бар. Джунго-Азия-Европа көрмесі жібек жолы экономикалық белдеуінің бойындағы елдердің барыс келісін жебеп, сербестікті кеңейтуінің маңызды текшесі саналады. Қырғызстан есік ашқан ел болуға күш салады, әрі жібек жолы экономикалық белдеуін құру құрылысына қатынасуды қалайды. Қырғызстан мен Джунго көршілес ел. Қырғызстан Джунго және Джунго Шинжаңымен энергия, қатынас, сауда сияқты жақтардағы сербестікті күшейтуді қалайды. Осы орайда мен Джунго-Азия-Европа көрмесі сынды осы бір текші арқылы сербестік жасау саласын кеңейтіп, өңірлік бір тұтастық механизмін пайдаланып, үрдіс дамуды жүзеге асыруды үміт етемін. Грузияның орынбасар парламент бастығы Зевеят Гизгури лекциясында бұлай деді. Грузия жағрапиялық абзалдылыққа және тамаша сауда ортасына ие. Грузия анағұрлым көп Джунго қаржы қосу кәсіпорындарының Грузияға қаржы қосуын қалайды. Грузия Джунго мен жібек жолының бойындағы елдердің зат тасымалы, су қайнары, таза энергия және электр сияқты жақтардағы селбестікті күшейтуін үміт етеді.